Сәлем, достар. Сіздермен бірге Үмітжан Кенжетайқызы және «Спорим, ты знаешь казахский язык» жобасы. Тіл адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы ғана емес, ойлаудың, дүниетанымның, рухани мәдениет жасаудың, сақтаудың құралы. Біздің мақсатымыз еліміздегі әрбір азамат қазақ тілін сөйлеу деңгейінде білетіндігін дәлелдеу және қазақ тілін меңгергісі келетін адамдарға қандай көмек қажет екендігін анықтау. Здравствуйте, сәлеметсіз. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Үмітжан. Сіздің атыңыз қалай? Менің атым Милана. Вы знаете казахский язык, да? Да, конечно. Керемет. Біз жоба түсіріп жатырмыз, социальный проект. Проект называется «Спорим, ты знаешь казахский язык». Қазақ тілін қайдан үйрендіңіз? Мен негізгі Баянауылдан боламын. Сол жерде мен 10 жастан кейін қазақ тілі достармен бірге үйреттім. Сол. Мектеп кезінен бастап қазақ тілін білесіз, иә? Иә, және де мен әртүрлі жарыстарға қатыстым. Сол мұғалімдермен. Күнделікті өмірде қазақ тілін жиі қолданасыз ба? Көп жағдайда мен орыс тілінде сөйлей берем. Сонда сіз қазақ тілінде ауруханада, дүкенде өзіңізге керек затты сұрай аласыз, иә? Иә, әрине. Керемет. Сіз қалай ойлайсыз? Қазақ тілін күнделікті қолданысқа жиі қолдану үшін, жастар көп қолдану үшін не жасау қажет деп? Мүмкін жастар аралығында көбірек іс-шаралар және жарыстар қазақ тілінде өткізу керек. Барша көрермендерге қазақ тілінде бір тілек айтсаңыз. Елімізге бірлік пен татулық тілеймін. Рахмет көптен көп қатысқаныңызға. Спасибо за участие. Здравствуйте, сәлеметсіз. Можно задать несколько вопросов? Да, конечно. Меня зовут Үмітжан, меня зовут Үмітжан. Как вас зовут? Темирбек Ади. Смотрите, мы снимаем социальный проект. Проект называется «Спорим, ты знаешь казахский язык». Давайте поспорим. Давайте поспорим. Вы знаете казахский язык? Я әрине. Керемет. Сіздің жасыңыз қаншада? 18-де боламын. Немен айналысасыз? Спорт жағынан айналысам, оқу жағынан айналысам. Қазақ тілін қайдан үйрендіңіз? Қазақ тілін негізінен жас кезімнен үйреніп, біз әкем қазақ, шешем орыс болған. Соны бір средада былай оқып жүрдім. Сосын негізінен айтқанда, 2-ші сыныпқа дейін мен бір сөзді білгем қазақ тілінде. Ол кеттік дүкенге дейін әкем жұмыстан келгенде соның 2 сөзін постоянно дүкендетіп айтқым жүргем. Сосын әзірлеп, бұрайдан бұрай үйреніп алдым соны қазақ тілін дегенді. Сіз қалай ойлайсыз? Жастардың ортасында қазақ тілінде сөйлейтін адамдар көбею үшін не істеу қажет? Білмеймін да, сол қазақ тілін біріншіден үйрену керек, сосын бір сенің окружениең болу керек, бір 3-4 қазақ адамдардан. Және де білмеймін, не жағынан болады. Курста негізі сен стремлениең болса, сонда сен жақсы оны әзірлейсің. Ол негізінен ең бастап қабат болады. Күнделікті өмірде қазақ тілін жиі қолданасыз ба? Негізден былай айтқанда, мен түрмен қарасам қазақ тілін білмейтін шығар деп ойлайтын шығар. Бірақ көбінесе сол мен 9 қазақ тілін оқығам, сосын 3 курс колледжде оқығам қазақ тілінде және де міне университетте оқып жүрмін. Сондықтан көбінесе мен қазақ тілін қолданам. Енді бір барша көрермендерге қазақша бір тілек айтсаңыз. Қазақша тілек, білмеймін, осы өмірде бүкілдердің өмірлері ұзақ болсын, ашық аспан мол бақыт болсын, бүкіл қойылған достижение целларға арман мақсатына ие болсын. Осы ана тілімізді, қазақ тілімізді ешқашан ұмытпай, сонымен сөйлесіп жүру керекпіз. Керемет, көптен көп рахмет сізге.